Рахмет, Егізбай әкемізге құрмет, қошемет, қандай сый-сияпат бәрекелді. Рахмет аға, ұрпағымыз олардай білімді, ұлықпандай, ғұмырлы болсын дейікші, қандай керемет бәрекелді. Аланда ардақ. Бәрекелді, ассалаумағалейкум барша ағайындар, тойларыңыз құтты болсын. Төбе түркі тілегі жылқы деп, бүгін осы жауғатылған желбедей, мұзышаға кемедей болып, бүгін осы Егізбай әкеміздің 60-ға толып жатқан мерейтойы құтты болсын деп, бір қол соғайықшы ағайындар, той құтты болсын. Мына енді Егізбай әкеміз үшін келгендер болса, бір оң қолымызды көтерейікші. Бүгін енді қуаныш, тамақ үшін емес, салат үшін емес, әкеміздің мерейін асқақтату үшін келіп отырмыз. Назгүл анамыз үшін келгендер болса, сол қолымызды көтерейікші. Кім көтермейді, значит, соның қолтығында бір проблема бар. Без музыка, әкеміз бен анамызға бір қошемет ұрайықшы. Тойымыздың төріне Егізбай әкеміз бен Назгүл анамызды ортаға шақырайық. Келіңіз әке, той құтты болсын. Анамыз қайда, Назгүл анамыз көңіл күйіңіз қалай? Сізді мен өзім сырттай байқап отырмын, мына сырт көзінше дейді, негізі 60-қа емес 40-қа теңе бар. Бүгін енді 60-қа толып атсыз. 300-дің басын қоспасаңыз да, ең қадірлі қонақтарыңыздың басын қосып, сонау шырайлы шымқаладан құдаларыңыздың төрінде отыр. Бүгін енді көңіл күйіңіз қалай? Бүгінгі залдағы барша қадірлі қонақтарды 100% танисыз ба? Танимын. Точно айтыңыз. Танимын. Көңіл күйіңіз қалай? Машалла. Бүгінгі залдағы барша қадірлі қонақтар 100% танисыздар ма? Танығасам жатыр отырмыз. Енді неғып той иесі Егізбай әкеміз Назгүл анамыз десе, неге сізге шапалақ соқпай, соған таңғалып отырмын да. Бірге қол соғайық әкелеріміздің құрметіне. Егізбай әкеміздің құрметіне. Назгүл анамыздың құрметіне. Жастар, құдалар, достар, көршілер, ағайын, туыс, бауырлар, бірге соғайықшы. Енді бұлай болсын, ойбай, сіздер тек шапалақ соғып кетсіз ғой. Оң қолыңызды көтеріңіз аға. Көтеріңіз. Бүгін енді абыройды асқақтатып, бүгін осы әкемізге ел ағасы болып жатқан Егізбай әкемізден той төріне бір барып беңіз. Бүгінгі сәтте сіздің абыройыңызды асқақтатып, сізге соғылатын бір қошеметті көргіміз келіп отыр. Оң қолыңызды көтеріңіз. Барша қонақтардың ықыласына өлірді. Сізге бір қошемет. Егізбай әкеміздің құрметіне. Бүгінгі зал. Айышқы Ал кетті. Бұл столда не істеп жүрсіз? Енді көңілге қалай? Бұл қошемет па? Қошеметтің көкесі еті кетеді. Егізбай әкемнің мәңгілік сүйікті жан жары, үйдің берекесі, ұлдардың қызының берекесі, дастарханның иесі, асыл анамыз, Назгүл анамызға соғылатын қошеметті бірге көрейік. Ал бір билет білеміз. Бірге. Сол қайдастар бірге. Достар, жастар, бірге ешкілер отырмыз.
ана столға бара бересіздер, соңғы последний столға нетіп бара бересіздер. Әкімнің әйелі болсаң жақытты боласың, Назгүл. Анау Егізбай әкімнің әйелі болсаңыз бақытты боласыз деген осы. Бақыт сәттеріңіз құтты болсын. Алатаудың басынан қар кетсе де бастарыңыздан бақ кетпесін. Аяқтарыңыз бат-бат болса да той иесі Егізбай әкеміз бен Назгүл анамызға көңілдеріңіз әрқашан әппақ болсын деген ниетіміз бар. Ақ тілектеріңіз, ақ ниеттеріңіз, ақ жүздеріңіз әкелерімізге мәңгілік құт береке арта берсін деп тілек ағайындар. Міне сізге соғылып жатқан қош енді осы әкеміздің тойын көп күттіге бір балалары, яғни осы әкеміздің 60-қа толып атқан мерей тойын өте бір кереметтік түрде ат салсам деген бір 4 ер азамат ортаға шықсын жосы. Бар ма? Әкеміздің 60 жас мерей тойын есте қалсын. Бүгінгі тойды ерекше бір рекорд жасап, яғни бүгінгі тойды елдің аузында сіз ба? Тағы кім бар? Тағы кім бар? Кім бар? Достойно тойды көтеретін кім бар? Өз еркілеріңізге де екеу кім бар басқа? Бар ма тойды көтеретін? Жоқ, балаларынан бар ма? Балаларынан не? Ал? Ұлан? Бәрі келді, қош келдіңіздермен той. Қош келдіңіздермен той құтты болсын, я. Енді әкеміз енді бүгін той деп шаржақ бөгелегенен кішкене сіздер қонақ болыңыздар, я. Бүгін енді... Аха, құрдастардың ішінен бар. Тойды көтереміз, я? Келіңіздер. Ортаға келіңіздер, рұқсат болса, я. Назгүлена кішкене тойдың төрінде қандай тұра тұрыңыздар, рұқсат. Төртеуіңіз келіңіздер, я. Есіміңіз? Ботан. Ботан аға, я? Бүгін той иесінің досысыз, дұрыс па? Тойды көтереміз ма? Көтерейін, шақ. Тойдың соңына дейін. Соңына дейін жүрейін. Есімің? Ринат бол. Той иесінен? Ғалымның классласы. Тойды көтереміз ғой? Көтереміздер. Есімің? Қуат. Той иесінен? Балат. Баласы. Әкенің тойын көтереміз ғой соңына дейін. Көтер. Есіміңіз? Ернат бұл. Той иесінен? Нағашым. Жиен. Жиенсіз. Нағашың тойын дағанса тойдың соңына дейін көтереміз ғой? Көтерем. Бәрі келіп көтереді. Егізбай әкеміз қайда? Әкеміз қайда? Назгүл анамыз қайда? Мына кісілерден... Егізбай әке келсеңізші. Ресторанда колонна көбігінде сіз таппай қалыватырмызшы. Қаяққа кетіп қалатындарыңызды міне бүгін осы сіздің тойыңызды көтеретіндер. Енді мен сіздерді ортаға қинамаймын. Міне әкеміздің тойын ант бердіңіздер. Бүгінгі мен сіздерді қазір өздеріңіздің авторлық билеріңіз болады, ортаға жақындаңыздар, рұқсат болса, я. Міне тойыңыз әдемі өтсін деп тойыңызды әдемі ат салзады мықты жігіттер ортаға шығып отыр. Мына сіздердің музыкаларыңыз осыған билесеңіздер болды. Осы музыка. Қалғанымыз осыға әлі. Әкесінің тойын асқақтатып, бүгінгі тойдың достойны көтеретін жігіттерге бір қосуға. Ал кетке. Ой, кетшке. Жарыстар даса бірге. Ал кетке. Қошымыз қайда. Неше тойдың соңына дейін бауыр басып кетесіздер болады аға. Рахмет, алла разы болсын. Тойдың той, достың тойын осылай көтеру керек. Осы кісілерге осы музыканы естіген кезде шығып билеп тұрсаңыздар болды. Бұл кісілерді қинамаймын аға. Дастархан төріне қайда жайғасыңыздар. Міне. Ал енді қадірлі ағайындар, бүгін енді тамаша бір әруақты жермен байрақ жер қыз алысып, қыз берісіп, 1000 жылдық болып өсіп өнген әулет. Міне бүгін осы Алатаудай тілектерін алақанда ғана жүректеріне сыйғызып әкеп, бата тілеп тұрып жаудыратын, төрімізден ойып орын алып отырған
жүздері жарқын, күмістері алтын болған, ырыстары ортаймасын, жастары ешқашан қартаймасын деп ақ тілектерін арқалап келіп отқан бүгін осы Егізбай әкеміздің әулетіндегі барша қадірлі сары сүйек құда жекжаттарымызды ортамызға ақ тілекке шақырсақ деп отырмыз. Келіңіздер, Ақжауықта анамыз Рая құдағи бастап келе жатқан, Аятқан құдағи қоштап келе жатқан, Батырбек құда мен Ұлысы құдағи бастап келе жатқан, Жазира құдаша қоштап келе жатқан, Камалхан құдағиды ортамызға шақырайық. Еркінғазы құда мен Макира құдағи бастап келе жатқан, Қайрат құда мен Айсұлу құдағиды, Ермек құда мен Жанар құдағиды, келіңіздер ортаға Марат құда мен Дариға құдағиды, Бағдәулет құдамыз бен Азгүл құдағиымызды, Ерғазы құда, Анар құдағи, Күләш құдаша, Дәулет құдабала Дияна деп жазған екен. Қадірлі құда жекжаттарымыз ортамызға билеп ортаға ақ тілек кезегінде шақырайық. Билеуге деп құдалар. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Толдырмас 70 жеңгең болса да анаңның орнын толдырмас, 70 ақын болса да көсемнің орнын толдырмас, 70 батыр болса да әкең мен шешеңнің орнын толдырмас дейді. Құдай қосқан құда болады деп төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ләйлі моздай қуаныш деп шақырады, Алла нәсіп етсін. Бүгін енді құдаларыңыздың 60-қа толып жатқан мерейтойына ақ тілектеріңізді арқалап, алыстан келіп жатқан осы құдаларымызға микрофон ұсынып үлкендеріміз бастасын. Бәріміздің айтатынымыз бір тілек, қысқа сөйлеген ғұмыры ұзақ болсын деп тілейік. Құдай бізді үлкеніміз, анамызға берейік, келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі мынау құдамыз Егізбайдың жасап отырған тойы құтты болсын. Жаңа айтып жатыр, 60 деген тал түстіп, осы мынау балалардың арқасында, осылардың ағайын туғасының арасында, осы құда жекжаттардың қасында, жолдастардың, құрдастардың құрметінің арқасында осындай үлкен шаттықты той жасап жатыңыз, тойыңыз құтты болсын. Бір ақын айтқан екен, өмірді биік құздарем, ойнамау керек құзбенен, ең басты сыйластық бәрі келер ізбенен деген. Сондықтан сізбен құда болып жатқанымызға бірталай жыл болды, сыйласып жатырмыз. Сол сыйластығымыз, ынтымағымыз, берекеміз айырмасын. Мына туған күніміз құтты болсын. Құдағимен қол ұстасып, өмір бақи бірге қызықтап жүре беруге Құдай нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, жамағат. Егізбай құда тойыңыз құтты болсын. Той жақсы өтіп жатыр құда микрофонды алғанда жоғалтып кетеді. Өз сөзін бастап қойдым, кешірім сұрайды. Айналайын Егізбай, біз
біздің поколение бақытты поколение негізі. Біздер кеше кеңес өкіметінің кезінде кереметтей балалық шағымыз өтті. Ең жақсы күндер сізбен біздің міне кеңес өкіметінің ақсақалдары болып, Құдайға шүкір міне егемендігіміздің нәсіп қылып, соның егемендіктің төрінде ақсақал болып отырған жайымыз бар. Біздерге құрметті замандастар, бұдан артық не бақыт бар? Айналайын Егізбай, сенің пейілің, мінезің керемет жансың. Осы пейілің, мінезің балдарыңа дәулет болып бітсін, Құда қаласа. Балдарыңның алдында өмірін берсін, өзің солардың алдында жадырап жайнап жүре бер. Құлағы айналайын алтыным. Мынау жолдасыңыз 60 жасын тойлап отырса, сіз тура выпускныйда жүрген қыздайсыз, әлігін бөлшеуі. Еріп жүре беріңіз осы кісінің арқасында. Рахмет, той боласын, жақсы күндерде жолығайық жамағат. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі тойларымыз құтты болсын, барлықтарыңыз. Егізбай Құда 60 жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, басыңызға бас қосылсын. Алланың берген жасын жасаңыз, Құдағымен бір жастық рәкәттейіңіздер, немере сүйіп жасықтар Аллаға тәуба етіп, шөбере сүйіп Алла нәсіп етсін. Осы барлық ағайын достар бірлігіп осы тойды тойлап жүре берейік әрқашанда. Тойда ғана басымыз қосылсын. Шайынхан Құдағи, сіздің де бүгін туған күніңіз ғой, туған күніңіз құтты болсын. Сізге де зор денсаулық, семьяда бақытты болуларыңызға тілектеспіз. Енді біздің семьямыздың атынан, бала шағамыздың атынан сізге енді күзде бір қана береміз. Енді мына чапан елдің бәрі жауады ғой. Өздеріңіз көңілдеріңіз сүйген чапандарыңызды киесіздер енді. Аз да болса көптей көріңіздер, тек қана жақсылық дастарханына ғана бас қосайық. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін мына Егізбай Құда мен Назгүл Құдағайдың үйінде үлкен қуаныш болып отыр. Міне еріңіз осындай 60 жасқа толып мерейтойы болып отыр. Қуаныштымыз. Өсіп-өнген әулетсіздер, біз де міне былтырдан бері құда болып, сіздермен осы жақындасып, білісіп жатырмыз. Бізде сондай өні өскен сол Нарынқол ауданынан шыққан ер азаматтармыз енді. Мынау енді көңіліміз жарасып, осындай тойда қуанышымызды бөлісіп жатырмыз. Ал енді Егізбай аға мынау көп құда жат бауыр туған туыстарыңыздың тілеген тілегі Алланың құлағына шалынып қабыл болсын. Мынау енді ұлдарыңыз бар, немерелеріңіз бар. Сол қуанышына, сол балалардың қуанышына, бақытына бөленіп, аман-есен Құдағи екеуіңіз кәртаймай, ешқашан осындай ақ жарқын, ақ көңіл болып, ойнап күліп, жас болып жүре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, той құтты болсын. Құрметті ағайын, мынау үлкен тойда отырмыз. Егізбай мен Назгүлдің, Егізбайдың мінекей 60 жасқа толған мерейтойы құтты болсын. Назгүл екеуің ең қартайыңдар. Біз Егізбай мен Назгүлмен құда болғанымызға 40 жыл болды. 40 жылдан асып кетті даже. Мінекей құдалығымыз әуелі 1000 жылға ұлассын. Екеуің жастарың ұзақ, дендерің сау болсын. Немере сүйбасындар, шөбере сүйіңдер, ар жағы немене сүйіңдер. Екеуіңнің жастарың бір жастықта қартайыңдар, дендерің сау, өмір жастарың ұзақ, өмірде бақытты болыңдар. Құрметті көпшілік тойшыл қауым, менен ары қарай жалғастырайын. Мен жолдасымды жаңа айтып кетті ғой, 40 жылы, 50 жылдық жаңа құда болған деп. Дұрыс айтады, Егізбайдың жолы өте үлкен, өйткені менің атаммен, енемнің көзін көрген. Айналайын, сендердің жолдарың үлкен, қазір қара шаңырақта отырсыңдар. Оның куәсі жаңа мына жерде өзіңнің ағайындарың, туысқандарың, аға жеңгелерің бәрі айтып жатыр ғой. Мына бүгінгі мерейтой құтты болсын, той-тойға ұласын. Содан кейін мына жерде енді бағана балаларың, немерелерің, қыздар, мына жерде күйеу балаларың, саған сендерге арнап өте жақсы көрініс көрсетіп жатыр. Айналайын, сендердің Егізбай Назгүл сол тәрбиенің бүкіл жетістігі ғой. Жетістігі мына елдің, жұрттың
көрініс көрсетіп жатыр. Соның бәрі айналып келгенде сендердің бағанадан бері Егізбай Назгүл екеуінің жақсылықтарын айтып жатыр ғой. Соның куәсі міне бүгінгі балаларының, қыздарының атынан біз көріп отырмыз. Той-тойға ұласа берсін. Осындай үлкен әулет болғандарың ары қарай жалғаса берсін. Жаңа мына жерде айтып кетті ғой, Егізбай туралы жаңа біздің үйдің, жаңа елдің, ауылдың үлкені шаңырақтың иесі деп жатыр. Лайым сол шаңырақтың үлкен осындай иесі болып, осындай мақтаулы отбасы. Біз енді сол Егізбай мен Назгүлмен құда болғалы ылғи да осындай мақтаулы, өте бір үлгілі отбасы. Біз енді әлі де қуанамыз осындай үлгілі отбасымен құда жекжат болғанымызға. Оның үстіне біз Егізбай біздің ауылда мен жаңа үйреткен шешем айтып кетті ғой, мен өсірдім деп. Дұрыс айтады, біз Егізбай бәріміз бір ауылда өстік, бір мектепте оқығанбыз. Қайырымдай тегісі Егізбай өзі мектепте оқып жүргенде осындай бір күшті, осындай бір жақсы қылығымен өзіміздің көз алдымызда ойнап күліп жүрген бірге өскен бала ғой. Лайым жақсылыққа ұласа берсін, балалар бақытты болсын. Екінші мына жерде менің абысым ғой, жаңа Шайынқан деп жатыр. Біз Шайынқан екеуміз абысымыз. Шайынқан, сен де туған күні құтты болсын. Мына жақсылық, саған да ортақ жақсылық қой, екеуінің жақсылықтары. Жақсылыққа ұласа берсін. Құтты болсын, той-тойға ұласа берсін. Балалар мен қыздарына рахмет. Бүгінгі Егізбай, бүгінгі мерейтойы құтты болсын, алаулап атқан таң шапағы саған қуаныш пен бақытта келсін, жақсы жағынан көз болмасын. Киіз үйдің уғын қадап керегесін керіп, өмірге әкелген ұл қыздарының, немере, шөбере, шөпшек, немене осы балапандарының қызығын көріп жүре беріңдер. Назгүл екеуің бір жаста қартайыңдар. Дүниенің құндылығын есептеп мәз болмайық, дүние ешкімге де опа болмайды. Өмірге жалаңаш келдік, ертең жалаңаш кетеміз. Бір-бірімізді орға жықпай, бір-бірімізді төрге жығып жүрейік. Тау мен тау кездеспесе де, адам мен адам кездеседі. Ертең кездескенде салауымайлығымыз түзу болсын. Бүгін ақ түйенің қарнын жарып, кешегі асылдың тұяғы, алтынның сынығынан қалған сарпытты алдымызға қойып, 300-дің басын қосып той жасап жатқан осы әулеттің алдында бас деңдеймін. Тойларыңыз құтты болсын. Мен әкелген подаркын табыс етіңіздер. Той иесіне 1000 доллар. Және де Егізбайдың басы мұздап жүрмесін деп, Егізбайға норкіден шапты кеңсейін деп тұрмын. Қошемедіріп қойыңыздар. Міне бүгін осы құдасының басына бөріп дейді. Ешкімді сатылымда жоқ. Бүгін өзі ең қымбат сый-сияпатын осы құдағилар табыс етіп жатыр. Қол соғып қошемедіріп қойыңыздар. Бұның өзі бір нұр үстіне нұр болады, қадірлі ағайындар. Тамаша бір түйін күйігі келіңіздер. Қазір. Құрметті Егізбай құданың дастарханында келіп отырған құда жекжат туған туысқандар, жан жақтан, батыстан, шығыстан, оңтүстіктен келіп жатқан құда жекжаттар, құрметті құда жасап жатқан алып жасыңыз құтты болсын. Деңіз сау болып, осы көрсеткен бала шағаңыздың қызығын көріп, құдағы екеуміз тең қартайып, Алла тағала берген жасын құдағымен тең қартайып, бала шағаңыздың қызығын көріп, деңіз сау болсын. Қолда барда айтайын, жүзге көріңіз. Құда шағамыздың да туған күні құтты болсын. Деңіз сау болып, жан-жақта өрт болып жатыр, су болып жатыр. Құдай еліміз сондайда сақтасын, еліміз аман болсын. 60-қа келмегендеріңіз 60-қа кеп келіңіздер, дендеріңіз сау болсын, осы құдамыздың жасын бізге берсін. Аман болайық, сіздерге әрқашан осындай тойға келейік, дастархандарыңыз әрқашан жақсылыққа жайсын. Сіздерден қыз алдық, өсіп өніп, бізде сіздің жасыңызға келіп, аман есен болып жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын, барлықтарының отбасыларының амандық, бірлік, ауыр бірлік,
денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бізден бір кішкене сый-сияпатымыз бар. Құданың өзі. Ал енді құдағи тойларыңыз құтты болсын, Шайымханада сіздің де туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, немере сүйдіңіз, шөбере сүйіңіз, аман болыңыз, осында 100 жасаңыз. Біздің енді шапан жабайық отырмыз Шайымханада мен Егізбай ағаға. Бәрекелді сый-сияпаттарыңыз табыс етіңіздер. Өйткені сонау 1200 шақырымда артқадасыздар. Бүгін осы қуанышқа арнайы келіп отқан, сонау Шымкенттен келіп отқан осы құдағиымызға да бір құрметімізді көрсетіп, маңша бір ақ тілегін тыңдасақ деген ниетіміз бар. Келіңіз, микрофон өзіңізде. Бетнамада Егізбай құдағи құтты бола берсін тойларыңыз. Шайымға құдаша сіздің де туылған күніңіз құтты болсын. Әрқашан осы бала-шағаның қызығын көріп, күліп ойлап жүре берейік бәрімізде. Тойға жеткізсін бәрімізді. Сыйлығымыз бар еді, соны берейік. Бәр адамның жақсы тілектері орындала берсін. Бәрекелді сый-құрметтеріңізді, сый-сияпаттарыңызды табыс етсеңіздер болады. Енді осындағы көштің ақ тілегін ақтарып отқан осы ақжауап данамыз, өздеріңіздің сүйікті Күләш есімді құдағиларыңыз бүгін осы құдамның 60 жас мерейтойында тамаша бір елдің құршынын қандыратын, құлағының құршынын қандыратын тамаша бір әнім бар деп бүгін осы арқалап келіп отыр екен. Мұқағали атамыздың «Қайран менің қара сазым-ай» деген тамаша өлең айтып берсем деп отыр. Мархабат, микрофон өзіңізде. Келіңіз құдағи. Бүгін той иелеріне арнап Мұқағали Мақатаевтың «Қара сазым» деген әнін тартып өтемін, қабыл алыңыздар. Көктем гүлім, көңіл назым, көк орай бер, салқын сазым, сағындырған қара сазым. Гүлге толы атырабым, жүрек тербеп жатыр әнім. Күн көлінде, бұлбұлымде, талдар жайған жапырағын. Сұлулықтың көркін көрер, құрағындай желбіреген. Баурайыңды-ау егіз ұлың, Мұқағали еркіндеген. Қиялдаймын, мен арнағау сүйе алмаймын. Ауылым-ай, бауырым-ай, мен сіздерді оқи алмаймын. Ауылым-ай, бауырым-ай, мен сіздерді оқи алмаймын. Негізі Алматыда әнші көп дейді. Бірақ Егізбай әкеміздің құдағи Күләш құдағиға жетпейді. Кішкене құдағиға нормально шапалақ соғып қойсаңыздар, еш нәрселеріңіз кетпейді. Өнеріңіз өргіншісін, әлемді мойындатқан ақиқатын, Мұқағали атамыздың тамаша бір өлеңін, жүректен шыққан тамаша өлеңді жүрекке жеткізіп атқан мың алғыс жазасын құдағилар, құдалар деп бір қошемет қойып, айтылған ақ тілектеріңіз қабыл болсын, құшақтарыңыз гүлге, жастарыңыз жүзге, ырыстарыңыз ортаймасын, жастарыңыз ешқашан қартаймасын. Айтылған ақ тілектеріңіз қабыл болсын, шаңырақта тек осылай той болсын, естелікке бір форматта бір суретке түсуге рұқсат болса, иә? Келіңіздер. Сосын құда-құдағиларымыздың тамаша билеп қайтсаңыздар болады, сіздерді құрметіңізге тамаша би. Мен айтқандарыңыз келсін. Енді баршамызды орнаған бияларына шақырайық. Жарты сағатты би. Шаршама тек шаршама
Содан кейін барып, ақ тілегіміз жалғасады. Ал тұрайықшы орнымыздан, келіңіздер, кім отыр, соған тамақсау деген диплом беремін деп қояды. Келіңіздер, келіңіздер. Тұрайық, келіңіздер. Келіңіздер. Аха. Бүгінгі күн ертеңгі тарих, сондықтан да осы ғалым бастаған Ақбота Ақерке мінекей арнайы тосын сый жасайын деп жатыр. Сырттағы қонақтар ішке кірсе жақсы болады деді. Алла қаласа екінші тосымыз өте қызықты басталайын деп жатыр енді. 64 қазір. Егізбай аға, сіздің соңыңызды кесек деп жатырмыздар. Қалжың қойып. Тамашалайық ардақтыға, біреу қуанса шынайы күлейік, шынайы қуанайық. Келіңіздер. Енді Назгүл анамыз қайда екен? Егізбай әкемнен сұрайын, қай жылы, қай күні алып қаштыңыз? Ұмытып қаптым дейді. Жарайды, оңайдан қойайын. Үйленгеніңізге қанша жыл болды? Как будто тұңғыш баласы сияқты. Мамасынан сұрайын ба? Қай жылы келін болдыңыз? 85 жылы. Алып қашты ма? Жоқ, ұзатып берді ма? Алып қашты ғой. Кімдер алып қашты? Рахмет. Ау! Нұрсағат күтеңіз бай? Мінеке, шынайы достар. Шапалақ соқпайық, құрметті қонақтар. Сонымен үйленгеніңізге неше жыл болыпты аға? Рахмет, Құдай қаласа 40 жылға жетіп бара жатыр. Ғалым қаншадасың деп жатыр. Қаншадасың деп. Соған 1 жылдық olsa салайын деп жатырмын, бірақ сылаш. Рахмет, дұрыс 40 жыл болыпты. Қабыл алыңыз. Әке, бүгін сіздің қуанышыңыз. Мінекей анамызбен мәңгі бірге қартаймыз. Ау, білмеймін енді, сіздер сауларыңыз кесеміз деймін. Рахмет, тосын сый болсын, ескірмеген махаббат дейді. Құдай қаласа махаббаттарыңыз ыстық болсын, қарқаратай, сол немере шөберені бағып. Енді бұл кісілерге ардақтаған құрметті қонақтар бір бағанағы бірінші шапалақ жетпей тұр да. Салам берді, ет жеген жоқсыздар ма? Ортаға шақырайық, ескір деген махаббат варис келесіздер, біз қарап тұрамыз. Тамашалайық шақыртайық, ешкім ортаға шықпасыншы. Қай жыл болса шықпада. Бұлттың үстіндегі қос ғашық.
Егізбаевтар деп атаймыз. Рахмет. Әкелер, құрметті қонақтар, мен тоқтаттым әйтпесе. Прокатқа тұратын болса, мынаның іші сасып келеді. Сондықтан да рұқсат болса, жігіттер, рахмет сізге, Аллахың нұр жаусын берді. Ал енді құрметті қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге, барлық қонақтардың құрметіне, 87-лердегі ағалар, жеңгелердің құрметіне бір париж болсын. Екінші бөлімге дауыстырған болса, жайғасымас тұрын бір париж болсын сіздердің құрметтеріңізге. Кім-кімнен береді орынғасында отырсын. Рахмет. Ал ойбаса жайғасайық. Ахмет мен Жайбарған дастархан бірге екінші бөлімі енді басталды ардақтағай. Сондықтан да бүгін енді Асқартау әкеміз соңғы сол неге шығып кетті десеңіздер, құрметті қонақтар, ол кісілер бірге ластас болған, бірге дос болған, ыстығында, суығында бірге көрген достықтарына 55 жыл болған. Әр заманның өзінің достығы бар. Бұлар күлем достығы болған екен. Олай болса қарсылайық. 1963 жылға, 64 жылға қыз жігіттер Егізбай ағамыздың достары да келе жатыр. Қарсылайық.
Qanday keremет мінекей. Аман болыңыздар. Клен достар. Şimdi атаманы кім болып екен, Келген қазақ орта мектебін бітірген мінекей әкелеріміз, аналарымыз тойғұтты болсын бәрекелді. Келіңіздер. Себетбек, Балжан, Қарлығаш, Толқын, Бақытгүл, Қамбар, Гүлия, Ерік, Есенгүл, Сұлужар достары, бір жағы құда, Бақыт құда мен Бейбігүл құда қиды. Және Сөгенді орта мектебінде Егізбай ағамыз оқыған екен. Кім аты? Алғабай жолдасымен деп жазған екен. Келіңіз ортаға, келіңіз. Алғабай аға жолдасымен, Аллай болса мінекей. Тойғұтты болсын, нағыз. Бүгін енді құрметті қонақтар, бұл 60 жас, осы Егізбай ағамыз бірінші бастап тұр екен. Дұғал шақына құрықпайықшы бәрекелді, ғұмырлы болыңыздар. Алтын екі бас болсын, аман болыңыздар. Келіңіздер. Алып, құрметті қонақтар, тойға жиналған қауым, қадамдарыңыз құтты болсын. Жаңа Егізбай ақсақал. Мынау енді ішіміздегі ең бірінші кеп тұрған алпысқа. Ақсақал дейін десем, сақал жоқ. Қария дейін десем, басында бөрік жоқ. Үлкен кісі деп айтайын десем, үстінде чекпен жоқ. Бұл әлі жас бала екен ғой. Жүрегі жас. Өстіп мәңгі жас болып жүре бір ортамызда. Аман болып, денсаулығы мықты болсын, бала шағаның қызығын көр. Қызық деген осы міне. Бағанана ұлдары, қыздары әке туралы өлең айтып шықты. Қайта мықты екенсің, мен болсам жылайды деді. Не дейміз? Алланың берген жасында аман есен жүре бер, нәзік үйден тең қайтарын қартайындар, аман болыңдар. Міне Егізбай алып бастары міне Құдай болса бәрімізде өкшелеп тұрмыз. Аман болайық, жақсы, осындай сыйластық, достық, ажырамай, күлен деп баяғыда міне құрып едік, мектепте оқып жүргенде. Күленіс, любовь, эйонлар всегда деп айтып, қойып едік сол әлі келетінде қалмай. Осы достар, осы қыздар, осы бәріміз. Бірақ мына қыздар тесті құсамыз деп, бір-бірімізге қоспаймыз деп, бір-бірімізге кезінде бұлар күш саған, бірақ ажыратамады ғой. Өйткені біз кішкентайымыздан бірге өскенбіз, бірге келатырмыз. Міне бүгін артыма қарап қартаясын деген міне 60-қа келді. 60 деген түсінген адамға үлкен жас,
бір ауылдың қариясы мына сөз сөйлеп тұрсаң екі қолын артын ұстап кетіп барады. Не дейміз? Үлкен қария болып, аман болып, денсаулығы мықты болсын. Енді бір сақалымызды қойып, тақия киіп тойға келгенде қария сияқты жүреді. Қария деп айтайық. Үлкен кісі дейік. Аман болайық, денсаулығымыз мықты болсын. Нәзмін берген едісі. Мынау бертама кел, бертама. Шақырып атырмын, бертама кел. Шыққын келмейді. Мынау енді жолдастардың той шашы жүздерін жинап келіп еді. Алыстан келгені бар, жақыннан келгені жинап айтып, Егізбай досымыздың 60 жасы деп. Соған бір үлкен қатар қалып келмеді. Енді атын айтпай қояқ. Өздерінің семьяларымен үйге барғанда ашып күресіңдер, түгендейсіңдер, есептейсіңдер. Содан кейін біз жасағанда тура сондай алып келесіңдер. Міне қол алыстық. Естейміз, тойға келген қонақтар, қадамдарымыз құтты болсын, аман болыңыздар. Сіздер де осындай тойға жетіңіздер. Не деймін, Егізбай? Алланың берген жазын жасап, аман есен ортамызда жүре бер. Мен тек сен 60-ға келді ойламадым. Ал құрметті қонақтар, тойымыз құтты болсын, осындай той бақыттарымызға жұғысты болсын, кішкене өлең жолдарымен оқып берейін, бауыр жеңге қабыл алыңыз. Қуанышты еселепсің тәңірім, қызықты тек өте берсін өмірің, шаңырағың толы болып шаттыққа өсіп өнсін ұрпақтарың, тамырың, тілегеттің алғы күннің ажарын, сарқылмасын өмір өзен базарың, абыройың арта түсіп үнемі хақ тәңірі көрсетпесін азабын. Қызық шаттық, жақсылықты көре бер, жұртшылықтың алғысы тек тере бер, беделіңде артсын ылғи ортада, еңбегіңмен алда өсіп өне бер. Құтты болсын, мерейтойың белесің, барлық жаннан мақтау алып келесің, аман болып жасыңа жас қосылып, алға жазса талай тойды көресің. Құтты болсын, келген туған күніңіз, тілекші көп, біздей соның біріміз, ортамызда жаңашыр боп жүресің, болғаннан соң бірге шыққан түбіміз. Үзілмесін өміріңнің жыраны, бақытыңның өрге тартып бұлағы, еңбегіңнің тек зейнетін көре бер, келер күннің сәулелі боп шуағы. Сыр шертемін, заман жайлы, достар жайлы мен, 60 жасқа жеткендер жұртына жол нұсқайды, саясынан мүмкірлі құстарына салатын, жапандарға жайып бәйтерекке ұқсайды. Менің бауырым Егізбай осындай бүгін алып бәйтерек, тұрған шағы саралап өткен жолын қайта кеп, 25 пен 40-тың арасында жоғалған қайран жігіт күндері жіберетін жайпап от, аға жайлы тарихты ақ жалғасап, бұл менен қыздары алыс кетті, әрсем арнасап, немереден шөбіре сүйетігін бүгін жайы бар, Қаратауды қажарар ұрпақтары мол жасар. Шақырғаны осында ауыл елі достарымен аймағы, қазақтардың бет тұстары бағланы мен қайнағы, 60 жасқа жеткені Аллаға шүкір деп бүгін құтты болсын еліне ақ дастархан жайғаны. Ал енді құрметті тойға қауым, достар құттықтап жатырмыз. Мына бір керемет Егізбай батырымыз бірінші бастап жатыр 60 жылдықта. Мына үлкен деп жатырмыз, алдында бір бам болып еді, біздің алғашқы махаббат. Одан бір жаным деп қойып еді. Ең артында 10 жасқа келген үлкен деп бастап, жаным Егізбай деп. Сонымен мәңгілікке қалып қой. Ал енді Егізбай батыр, мына алтын асқаралы құтты болсын. Сіздің жолды бізге беріп, біз ақын-ақын, сіздің артынан той жаза берейік. Дастарханым керемет. Құрметті қалай кішкендер, мына той боласын, Егізбай батыр, мына Назық екеуін бірге қартайып, мына алтыда балалар мен немере құстарын көріңдер, шөбереге жетіңдер. Не дейміз? Өмірде бар бақыт тілейміз. Тек қана алдымызда жарқырап, Егізбай дос болып жүре беріңдер. Достар ғана осылам. Ал енді құрметті тойшыл қауым деп ана аса бабаларымыз айтып жатыр еді ғой, пипан деп, пипан.
кішкене пипан. Пипан кішкене. Ал енді тойшылық қауым мынау осы жерге Егізбайдың 60 жасына жиналып жатқан көпшілік, біреуіміз құда, біреуіміз жекжат, біреуіміз дос, біреуіміз туыс. Мынау достардың ішінде осы тұрған достар бір көшеде, бір ауылда, ауылдың шетінде тайғұлындай тебісіп өскен едік. Міне бүгін жасымыз 60-қа кеп, алдымыз той жасап, бала-шағаның арқасында, заманның тыныштығында осындай дастарханға кезігіп жатырмыз. Әрине той құтты болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Менің айтайын дегенім, кішкене анау өткенді еске алмай, әр нәрсе өзі тарихты кішкене болжап кетпей болмайды. Біздің осы тұрған достардың 7-8 баланың бәрі ата-ананың қолында өскен балалар едік. Өйткені біреуіміз кенже болдық, біреуіміз таңдаулы бала болдық. Бәріміздің қолымызда үлкен кісі болды. Сол үлкен кісілердің батасын алдық. Сол кісілердің бізге әйтеуір Алланың берген жолы болды. Мінекей бүгін жаңана Жүнісхан құрдасымыз айтқандай, алдымыз ақсақал болып Егізбай қария той жасап жатыр. Бала кезімізде қалдыңдап Егізбайды қария деуші еді. Бүгін Алла жеткізсе мінекей қариялыққа жетіп жатыр. Егізбай той құтты болсын. Назгүл жеңгем екеуіңізден айтатындар. Мына Егізбай бауырыма қарағанда жеңгем жақсы. Бірақ та бір кезі, нашар кезі де бар. Достықты бұзамын деді ғой. Біз баяғыда жасырақ кезімізде 100 грамм арақ ішкенде достықты бұзамын деген осы. Қоспаймын сендерге деген. Сонда да бұзамадым деген. Бірақ жеңгем жақсы. Ал енді не дейміз? Бәрі қалжың әрине. Егізбай мен Назгүлге мына қолымызда дүниеге келген біздің сарғызым байықталды дейді. Бердім кеші бері. Ғалым қайда? Бота қайда? Келе қой бері. Келіңдерші. Бота қайда жүр? Айнадай сендерге ата-анаға жасап жатқан мынау деген бір мейірімдері. Егізбай мен Назгүл осыны жүгіріп жасап тысқа кейінде жасап тысқан жоқ. Әрине бала-шаға, ағайын, туыс, келін бәрлерінің ақсатқанның ақыларында осындай қайып кеке басында. Мұнда рахмет айтайын сендерге. Құдай сендерге біздің жолымызды берсін. Достарыңмен осындай ойнақ күліп, Алланың берген жасын жасап, 60-қа 70-ке жеткендерші жағын. Біздің берер батамыз осы. Құдай замандарына тыныштылық берсін. Не дейміз енді? Осылардың бәрі қолымызда тұрған мінекей. Балалардың қызығын көрейік дегенде Алланың құлағына шағылып мінекей қызығын көріп дегенім осы. Барлықтарыңызға осындай жақсылық болсын, осындай жақсылық жұмысты болсын деген. Ортамызды мінекей кішкентай қызымыз да сериалы бүгін мінекей үйлі болып жүр. Ағамыз мінекей атасының баласы, Егізбайдың баласы деп өмірді айтқанымыз жоқ болатынымыз. Мінекей үлкен жігіт болып, Егізбайға сүйеу болып, тұтқан болып мінекей. Егізбайды Бекен атаның орнына отырғызып болды, Егізбай болып жатыр. Алла осындай бірте-бірте қалған ұрпақ жалғаса берсін. Аман болайық. Қазағымыз осындай үйімшіл, осындай қазақтың қорқымызды жоғалтпасын. Аман болайық, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Той шашымызды табыс еттік. Сіздерге де осындай той көп болсын. Тойды бірге сізде атсалысайық. Рахмет. Мен сөйлемеймін, кешіріңіздер. Алдымдағы кісілерге де қосыламын, артымдағы кісілерге де қосыламын. Енді екі торының бөлек жоқ деп чайып тұрған. Бір жабатын.
кішкене болса да сыйлығымыз бар еді, соны айтайын деп шықтым. Ал енді құрметті ағайын көпшілік, мынау алдымыздағы мұқағалилар сөйлеп кеткеннен кейін сөйлеудің өзіне қиындау болып тұр. Сонда да шама келгенше сөйлейік. Құрметті досым, бүгінгі мына келіп жатқан алпыстың құтты болсын, Нәстай. Алдар аман болсын. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Өзім толқып тұрмын да. Аузымдағы сөз түспей отыр. Ғалым, ренжімесеңдерге ғалым. Мынау бүгінгі келіп отырсыздар. Бүгінгі әкелеріңе құрметтеп, қошеметтеп, туған туыстың алдында, ел жұрт құда жекжаттың алдында мынадай дастархан жайып, үлкен кішіні, алыстағы жақынның басын қосып шай беріп жатқандарыңа мындағы рахмет күн. Атам қазақ айтқан екен, балаң жақсы болса керек, еңбегіңнің жанғаны. Жарық жұлдыз секілді жарқырап тұрар таңдағы. Бала деген бауырек болашағың алдағы. Тәрбиелі болып өссе, адамның болмас арманы. Балаң жаман болса керек, балаң жаман болса керек. Ал досым не деймін? Ойынға жүрегім бытшыт болып отыр, ренжімеңіздер, жаңағы ұйықта жатырмын. Өмірдегі бар жақсылықты ғана деймін. Мына жасап жатқан еңбектеріме мындағы рахмет күн. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауым. Енді құрметті мен Егізбай досым, біз Сөгетте екеуміз кішкентай бала көзімізбен бірге өскенбіз. Егізбай 8-ші класста кетіп қалды, кейін ауданына. Мен де 9-ші класста келген Айдай ауданына келдім. Сонымен жан жаққа кетіп, ақыр бір-бірімізді тауып алдым, дос деген. Егізбай бүгінгі келіп жатқан жасың, жас болсын, бейнеге саулық берсін. Бірінші Алладан сұрайтын денсаулық қой. Денсаулық болса, басқан бәрі болады. Мына бала-шағаңа, ұл-қыздарыңа, Алла Тағала еңбек етіп, осындай әкелеріңе қызмет етіп отқандарыңа Алладан қайтсын. Кемпіріңе екеуің бірге қартайып, енді айтқан сөз көп қалмады, айтайын деген көп сөздер бар еді, бітіп қалды. Келген жігіттер бәрі ақын екен. Бізде ақындық жоқ. Немерелеріңнің, шөберелеріңнің бәріне бала-шағаның қызығын көр. Солардың қызығын көріп, жасыңа жас қосылып, тағы 60-ның бір өң берсін. Енді Ақтастар ханымға келіп отқан, осында ақ тілек айтып отқан үлкен ақсақалды аналарымыз айтып кетті, аталарымыз айтып кетті, бата беріп жатыр. Сол кісілердің бәрі баталар қабыл болып, Алланың қабыл періштелер әмин десін. Әрқашанда Ақтастарханда тойда кездесейік көпшілік. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде той болсын. Әрқашанда тапқан жинағанымыз көке тойға жаратсын. Әрқашанда тойға кездесейік. Ал Егізбай, туған күнімен қасында тұрған егіздің сыңар ғой, да? Сізді де туған күніңізбен құттықтаймын. Сол 60-ға үйлес қой, асып жатсың да. Нәзігүл, екеуіңді де құттықтаймын. Екеуің енді шалыңды 60-қа жеткізіп жатсың. Оған жеткенде бар. Аман болсын, Егізбай деген жерлесім. Балаларымыз бір класста оқыған, мен балам. Сол, осы балаларымыздан тараған немерелеріміз өніп өсе берсін, өрістері кең болсын. Саған көп жақсылық тілеймін. Сол, амандық болсын. Рахмет. Енді Қамбар аға енді өзіңіз енді қорытындылап Өңкей ақырын арасына түсіп кеттім бе өзім. Не сөйлерімді білмей қалдым ба өзім. Ал, той құтты болсын. Мына енді айтып жатыр ғой, 60-тан келіп жатыр. Шал болды деп. 60 деген табысты бекер айтпайды. Өйткені
60-ға келген шалдарға барсаң, жассың деп қуады екен, жастарға барсаң кәрісің деп, ортада жүре береді екенсің. 70-ге, 90-ға, 100-ге кел. Ең қыларын бүгінгі туған күнің ғой, туған күні құтты болсын. Айтады ғой Мұқағали ағамыз. Бүгін менің туған күнім ой пәләй, мына халық неғып отыр тойламай, банкет жасап берер едім өзіне, тәңірімнің жарытпай-ақ қойған ай. Мына дүниеге жатыр үндемей, алаулатып, тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау аттың міндемей, тойламасам тойламай нетейін, той көрмей-ақ, сүйгірмей өтейін, қадамымды берші маған бәйбіше, болашақта арыз жазып кетейін деп. Мұқағали атамыз айтқан екен. Алланың берген жасын жаса, жүзге кел. Мына балашаға ғалым, сіздерге рахмет. Осындай дастархан жас, мына достарым міне. Сіздерге рахмет. Анау айтады ғой, өзіңді танайын десең достарыңды таныстыр деп. Міне, осындай достарың бар, әлі 100 жасайсың. Әлі атқаны талай малдайдайсың қорқына. Бақытты бол, әмин. Рахмет, өйткені мінекей әкелеріміз сөйлеген кезде бәрекелді ұйып тыңдадық қой, ал олай болса той құтты болсын бәрекелді. Ал біздің басы деп жатыр мінекей. Енді былай ғой, 20 көргеніңді жина, 30 оттаймыз, 40 әлі де жігіт, 50 ердің жасы, 60 талдүз, 70 жетіліп піс, 80 ақылойдың піскені, 90 батсан, 100 дегеніміз Назгүл жеңешеміз сияқты жағымыз қыз деп. Ал енді сіздердің араларыңызда бір туған күн иесі бар екен, бүгін туылайын деп тұрған, Кімнің туған күні? Нұрсабет әкеміздің туған күні құтты болсын! Достарымыз жараса берсін бәрекелді. Ал кейіңіздер бір жақсылап тұрып, күлен достығы 60 жас құтты болсын деп. Қандай керемет ардақты қайын. Мен де әкеммен анама айтып барам, өйткені бүгін қандай керемет, сонда да аман болды. Қамбараға суретке түсіп алыңыздар, естер. Сурет, фото көріп жігіттер. Маңсыздарға әрқайсыздар.
келесі тамаша Жүзхан ағамыз бен Жұмай дедеміздің құрметіне кім біледі деген ойынды жалғастырамын. Кім табады, сол қол көтерсін ардақты ағайын. Сол картинкадағы суретті тапқан адамға приз береміз. Ал таяқ жерге тасталды. Кім біледі, ойынымыз басталды. Назарларыңыз экранда болсын. Қазір мен бір картинка қоям. Мынау қай көше? Мынау Алматыдағы қай көше? Сейфуллина. Мағатайым, ой, бірақ білмесек бәріміз білмейді. Келесі. Дұрыс. Келесі. Әл-Фараби, Ленина. Дұрыс. Айғанып жауап бере білейік. Келесі көшемізді. Шыдан басталады. Шарабина правда, дұрыс. Дұрыс. Келесі. Коммасентр дейді. Мұқтықтай батыстар ғой? Сол ғана бірінші сол кішкене айғайлап отырсаңыздар кішкене. Келесі. Ақке. Микрофон. Дұрыс. Келесі. Тұзды. Тұзды басқа ма? Дұрыс. Бұрынғы калий. Келесі. Мынау. Мен де білмеймін просто. Кім біледі? Кім біледі? Қайсы картинка деп отқан? Ау! Ақжан? Ау! Жауабын көрейікші деймдегі. Горный? Горный гигант деп айтып білмейсің? Келесі. Көп. Төбе. Жауабын берейік. Айтыңыз. Шамалақ соқпайыңыз. Қандай керемет. Келесі. Қандай? Айна? Мына қыз постоянно тойда жүреді ғой деймін. Молодец. Келесі. Шепченко Мұқалова. Жауабын көрейік. Ұсыңыз. Қара көргенмен. Олыңдың қақшы өрі. Мынау. Алтын. Орда. Орда. Келесі. Мынау. Саяхат. Саяхат деп кім айтты? Дұрыс. Көрейік жауап. Келесі. Мынау. Қалқаман. Қалқаман сәлі. Әруағыңызда болсын пенсия. Дұрыс. Келесі. Шамра. Дұрыс.